Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. IS Open 5-ші сыныптың 5-ші модулдің 58-ші беттегі тапсырманы орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын подписацияны басып, менің каналыма тіркелеміз және сыныптастарымен, достарымен бөлісуді ұмытпаңдар. Сабақта 10-15 минут уақытымызды бөліп, соңына дейін қараймыз. Exercise 1. Look at the map and the picture. Who is the man in the photo? Where was he born? Мұнда бізге суретке және картаға қара дейді. Суретте берілген кім және ол қайда дүниеге келген деп тұр. The man in the photo is Nelson Mandela. He was from South Africa. Суреттегі адам ол Нельсон Мандела, ол оңтүстік Африкадан. Exercise 2. Look at the pictures of Tobile and answer the questions. Мұнда бізге сұрақтарға жауап беру қажет. Where is she? Ол қайда? She is at school. Ол мектепте. How old is she? Ол неше жаста? She is 14 years old. Ол 14 жаста. Where is she from? Ол қай жақтан? She is from South Africa. Ол оңтүстік Африкадан. Exercise 3. Watch the video up and check your answer to exercise 2. Мұнда бізге видеоны қарап, жауабыңды тексер деп тұр. Мына жауаптар дұрыс, е? Келесі exercise 4. The sentence is true or false. Correct the false ones дейді. Сөйлемдер дұрыс па, бұрыс па белгіле. Дұрыс емес сөйлемді дұрыста деп тұр. The school children wear white shirts. Оқушылар ақ жейде киеді. Дұрыс. True. They have pasta for lunch. Олар түсте паста жейді. False. Қате. They have traditional food for lunch. Олар өздерінің ұлттық тағамдарын жейді. The children sings and dance in a field. Балалар далада ән айтып би билейді. True. Дұрыс. Both boys and girls play netball. Балалар да қыздар да netball ойнап жүр. False. Қате. Girls play netball. Тек қана қыздар netball ойнап жүр екен. Tobile does her homework at school. Tobile өзінің үй жұмысын мектепте жасайды. False. She does her homework in the evening at home. Tobile үй тапсырмасын мектепте орындайды емес. Үйінде орындайды екен кешкісін. Exercise 5. Watch the video again and complete Tobile's profile. Мұнда бізге видеоны қарап, Tobile'дің профилін толтыру қажет екен. 5-ші тапсырмада. Tobile is 14 years old. She walks 5 kilometers to school every morning. School starts at 8 o'clock. Every morning she sings the national song with her classmates. In the afternoon she studies Zulu language and learns traditional South African songs and dances. She loves school. In the evening she does her homework, writes in her exercise book, in your notebook, and reads her books from class. This evening she's got a lot of homework. Тобылай 14 жаста, ол 5 километр қашықтық жүріп мектепке барады екен таңертең. Сабақтары сағат 8-де басталады екен. Олар күнделікті таңертең ұлттық әндерін айтады екен сыныптастарымен бірге, және де Зулу тарихын үйренеді екен. Одан кейін оңтүстік Африканың ұлттық әндері мен билерін де үйренеді екен. Ол мектепке барғанды жақсы көреді. Кешкісін ол өзінің үй жұмысын жасайды. Кітаптарын оқиды және де кешкісін және бүгін кешке оның үй тапсырмасы көп екен. Exercise 6. 6-ші тапсырма. Look at the pictures, complete the captions about South Africa culture. Мұнда бізге суреттерге қарап мәтінді аяқтауымыз қажет. Today it's Nelson Mandela's birthday. Бүгін Нельсон Манделаның туған күні. The national anthem has words from 5 different South African language. Ұлттық әнұранда 5 түрлі оңтүстік африкалық тіл бар екен. They learn traditional South African songs and dances. Олар дәстүрлі әндер мен билерді де үйренеді екен. Exercise 7. Watch the video again to check your answer to exercise 6. Мұнда бізге видеоны қарап, жаңағы 6-ші тапсырмадағы жауаптарды дұрыстауымыз қажет. Work with a partner. Compare your school day to Tobile's school day. Use the topics below. Мұнда бізде жалпы және өзіміздің
күнделікті күнімізді тобылайдікімен айырмашылығын жазып шығуымыз керек. Мысалыға, Тобылай walks to school, but I go to school by bus. Тобылай мектепке жаяу барса, мен мектепке автобуспен барамын. My school starts 8:30. Яғни менің сабағым 8:30-да басталады. In the morning I study English and math. Таңертең мен математика мен ағылшынды оқимын. In the afternoon I play with my friends. Түсте мен достарыммен бірге ойнаймын. I do my homework at home. Мен үй жұмысын үйде жасаймын. Write a description of your usual day at school. Compare it to Тобылай. Мұнда бізге өзінің күндік ретінде жазып шық деп тұр, иә? Қалай барып келесің деген секілді. Енді мен мұнда 8-ші тапсырманы осы 9-ші тапсырмада жазып шықтым. Менің өзімнің күнделікті істейтін іс-әрекеттерім, иә. Осымен біздің 58-ші беттегі тапсырмамыз аяқты. Каналыма тіркеліп, подписация етіп, 10 000 оқырманға жетуімізге аз ғана қап тұр, соған көмектесіп қолдап жіберіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау бол.